Сәлем саған достарым. Құшақтасамыз. Сәлеметсіздер ме, апайлар? Жарайсыздар балалар, отыра қойыңдар. Отыра қойыңдар, кәне отырамыз. Өткен тақырыбымызда пішіндерді өткен едік, я балалар? Сендер жаңа пішіндер бойынша келдіңдер. Бұл біздің өткен тақырып, апайлар. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз түстер әлемі деп аталады. Яғни біз негізгі балалардың жастарына сай 4 түсті өтеміз, я балалар? Балалар, бұл бізде қараңдар. Сары түс, я? Сары. Жақсы, жарайсың. Сары түс, я? Сары күн, я? Біздің төбемізде жарқап тұрған күніміздің түсі сары. Сары банан болады, я балалар? Сары түс, жылы, жарық түс екен балалар, я? Ал балалар, бұл бізде жасыл түс. Айтамыз кәні. Жасыл, жасыл, жақсы. Жасыл балалар. Жасыл ағаш болады, я бізде? Жасыл шөп болады екен, я балалар? Жасыл түс балалар негізінде табиғаттың түсі болады екен балалар. Одан кейін бізде қызыл түс балалар. Айтамыз. Қызыл, қызыл. Я? Қызыл не болады екен балалар бізде? Қызыл алма болады, я? Тағы да не болады? Қызыл шие болады екен, я балалар? Қызыл түс бізде ашық, әдемі түс болады екен, я балалар? Одан кейін бізде көк түс. Көк айтамыз. Көк. Біздің аспанымыз қандай түсте? Көк түсте, я? Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы қандай түсте? Көк түсте, я балалар? Сосын сендердің жақсы көретін мультфильмдарын синий трактор, я орысшасы? Көк трактор, я? Көк түсте, я балалар? Көк түс бізде тыныш көк байрағымызды көкте желбірететін түс екен балалар. Мен сендерге тапсырма келдім. Балалар, Сайқымазақ бүгін бізге тапсырма келіпті. Сайқымазақтың тапсырмасын орындаймыз ба? Кім тапсырмалар жақсы орындайды, мен сендерге сыйлық беремін.
sayқымазға сыйлық алып келдім.